Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін осындай дәл әп-әдемі шпинатный рулет жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге шпинат керек. Шпинатты біз жуып, тазалап, мясорубкадан өткізіп, немесе үккіштен өткізсеңіздер болады. Дәл осындай бізде қоспа шығады. Осыған біз 1 қасық тұз салып араластырамыз. Осыдан кейін 3 жұмыртқаны алып, ақуыз бен сары уызын бір-бірінен ажыратып, сары уызын жақсылап араластырып, оған шпинатты қосып, шпинатпен араластырамыз. Араластырып болған қоспаға біз 50 грамм ұн қосамыз. Ұнмен жақсылап араластырып, бұны қойып қоямыз. Жұмыртқаның сары уызын жақсылап араластырамыз, қоп қою болғанша дейін. Осы сары уыздың 1/3 бөлігімен қос шпинатқа қосып араластырып, ақырын қатты араластыруға болмайды, басылып қалмау керек. Соңғы бөліктерін барлығын қосып, жақсылап араластырып, қағаздың тегіс бетімен противеньді дайындап, осының үстіне шпинатты саламыз. Дайын болған қоспамызды салып, жақсылап оны тегістеп, духовкаға 180 градусқа 10 минутқа пісіріп аламыз. Дайын болған